Талдықорғанда 3 жасар бүлдіршінді ұрып өлтірді деген күдікпен оны қарап баққан күтушісі ұсталды. 23 жастағы бойжеткен бастапқыда қамауға алынғанмен, кейінірек қалалық сот оны үй қамағына босатқан. Баланың анасы күтушіні мүлдем танымайтын болып шыққан, себебі оны интернеттегі хабарландырудан тауыпты. Соған қарамастан екі бірдей шиеттей баласын 3 айдан бері осы бейтаныс адамның күтіміне берген. Бүлдіршіндер онда тек күндіз ғана емес, түнде де қонып жүріпті. Анасының айтуынша, ол 1 және 3 жастағы балаларын күтушінің тәрбиесіне шарасыз күйге түскендіктен қалдырған. Бұл аяусыз соққыдан қайтыс болған 3 жасар ұл баланың суреті. Анасының айтуынша, бүлдіршіннің үсті басы көгала қойдай көгеріп, денесінің сау тамтығы қалмаған. Ал қайғылы жағдай өткен дүйсенбіде болыпты. Мен как раз осы жерде жұмыс жасап жүрем. Маған звондайды. Бала ауырып жатыр, температурасы көтеріліп